Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді мақ қосылған бисквитті торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ қоспаларды дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнымызға қопсытқышпен мақты қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді жұмыртқа мен қантымызды қосып, массамыз аппақ 2-3 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Ағарып дайын болған массамызға құрғақ ингредиенттерімізді 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Бірінші жартысын салып, силиконды лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай басып алмай араластырамыз. Екінші бөлігін салып, дәл осылай лопаткамен араластырамыз. Ең соңында жылы сүтімізді қосып, тағы да бір лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, массамыз басылып қалмауы керек. Енді алдын ала дайындап алған 22 диаметрлік формамызға массамызды құямыз. 20 диаметрмен де жасасаңыз болады, тортыңыз биіктеу шығады. Енді осы массамызды 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Піскен-піспегендігін міндетті түрде ағаш шпажкамен тексеріп көріңіздер. Енді осы күйінде формада 5 минуттай суытып, кейін формасынан алып, толықтай суытамыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін салқын кілегейімізді миксердің ақырын жылдамдығынан бастап жылдамдықты қоса отырып, миксерлейміз. Қоюланып қалған кезде қант ұнтағын қосып, крем болғанша миксерлеп аламыз. Ұзақ соқпаңыздар, іріп кетуі мүмкін. Суыған бисквитімізді теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Бөлген кезде қатты үгілмес үшін бисквитіңіз суығаннан кейін пищевой пленкаға орап, 4-5 сағат немесе бір түнге тоңазытқышқа қойып қойсаңыз болады. Мен бірден суығаннан кейін жасап жатырмын. Бисквитімізді бөліп алдық. Енді тортымызды жинаймыз. Осындай темір кольцо қолдансаңыздар торттарыңыз түзу жиналатын болады. Кремімізді кондитерлік қапшыққа салып, видеода көрсетілгендей тортымызды жинап шығамыз. Екінші коржымызды салып, дәл осылай қайталаймыз. Үшінші коржымызды саламыз, яғни бисквитіміздің астыңғы бөлігін үстіне қолданатын боламыз. Сонда тортымыздың беті түзу шығады. Қалдық кремімізді бетіне жағып, осылай кольцода кемінде 5-6 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тортымыздың сыртына яғни қаптауға арналған крем жасаймыз. Ол үшін салқын творожный сырды миксердің көмегімен бір жұмсартып аламыз 1-2 минуттай. Кейін оған салқын кілегейімізді және қант ұнтағын қосып, крем болғанша жақсылап миксерлейміз. Қоюланған кремімізге қалаған бояғышымызды қоссақ болады. Менде розовый түсті бояғыш. Керегінше қосып миксерлеп аламыз. Осымен біздің сыртқы креміміз дайын. Менің тортым бір түн тоңазытқышта тұрды. Кольцодан алып, сыртқы кремін жағамыз. Ең алдымен жұқа қабат, яғни черновой қабат жасап аламыз. Черновой креммен бір 10-15 минутқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Кейін тоңазытқыштан алып, тортымызды толық қаптаймыз. Кремімізді кондитерлік қапшықтың көмегімен толықтай тортымызға жағып шығамыз. Темір спатуланың көмегімен тортымызды түзетіп шығамыз. Ең бастысы тортымызды әр түзетіп атқан уақытта инструменттерімізді сүртіп, тазалап отыру қажет. Дайын болған тортымызды өзіңіздің қалауыңызға, талғамыңызға қарай әрлеп алсаңыз болады. Біздің мақ қосылған бисквитті тортымыз өте ерекше дәмді болып шықты. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз және бағалап өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.